Біреуіңді танымадың, біреуіңді танымадың. Енді 20 жылда көп емес, аз да емес. Бірақ білмегеніміз сұрастырды. Фамилияларымызға біз фамилиялық білеміз. Міне, кеше 25-ден бері осы 20 жылды ойлап жатырмыз. 25 күні мектепке келдіңдер. Міне, біздің шәкірттеріміздің тәрбиелігі. Ортамыздан кеткен шәкірттеріміз бар екен. Оларға ас бердіңдер, Құран оқытыңдар. Міне, сендердің имандылықтарың, сендердің кереметтіктерің сол. Жақсы жерде тәрбиелеңдер. Ол аты мектеп. Ұстаздар сендерді тәрбиеледі, ата-аналарын тәрбиеледі. Біз берген біліміміз бен тәрбиеміз бекер кетпепті. Әлі күні астыда осындай, тағы да қайталап жатырмын. Оған қатыспағандар да бар. Естісіңдер. Міне сендерге көп рахмет. Біздің абыройымызды астақтатып көтеріп жүргендеріңе. Сендер жақсы болсаңдар, ұстаздар да жақсы. Кім мақтанбайды шәкіртімен? Барлықтан өздері мақтанамыз. Іштеріңде бәрінде жақсы балалар, жаман балалар жоқ негізі 19-да. Кім айтты оны? Бар, бұзық бала жаман деп. Жоқ. Олар бұзық емес, олар өз-өздерін қорғай білетін балалар тұғын. Бірлігі жарасқан балалар тұғын. Ешкімге есесін жібермейтін балалар тұғын олар. Сондай балалар тұғын. Кезінде бұған шамленістер. Неге жұрттың балаларын сабай бересіңдер деп. Бірақ сөйтсек олар өздері теседі ғой, кейін білді. Міне, шәкірттерім, ұстаздарды сыйлап жатсыңдар, шақырдыңдар, көп оған рахмет. Өліңдер, өсіңдер, тәрбиеліктеріне көрсетіп жатсыңдар. Оны тек қана ұстаздар емес, бүкіл жұрт көріп жатыр. Қандай екенін деп. Кеше мешіттің молдасы, ол да жас бала, Самат деген жақсы айтты. Әдемі сөздер айтты. Сол жақсы сөздердің бәрі сендердің құлақтарынан сіңе берсін. Ұмытпаңдар. Ешкімді де. Бір 7 баламыз, ішінде қызымыз бар екен. Бақилық болыпты. Қайғыда болды. Бірақ өмірдің нақты өмір арғырай жалғаса береді. Мұнаймаңдар. Әйтеуір жаманшылықтан сендер аулақ болыңдар. Тек қана жақсылық болсын отбасыларында. Мына қыздарымыз тұрмыс құрған екен. Жолдастарым инабатты жақсы болсын. Өз келіншектерін сыйлай білсін. Ол қыздарымыз ана. Бәріміз де анадан шықтық. Сондықтан аналарында ер балалар өздерінің келіншектерінде сыйлай біліңдер. Өйткені ол 239 мектептің қыздары күйеу балаларға айтып жатыр. Олар пысық болып өсті. Сөзінде ақысында жібермейді. Сондықтан біздің қыздарды тек қана сыйлау керек. Енді балаларымыз келіндер түсіріп берді. Керемет келіндеріміз кеше мен мешітті көрдім. Осы 219-ның келіндері-ау дедім. Үстінен шықтым. Сұрасам, көріп алдымыздан шығып, танымаса да, осы ағайлар-ау деп. Менің жолдасымның ұстаздар-ау деп. Түш күтіп алды. Міне ол да керемет, тәрбиелік, имандылық. Сондықтан ұлдарыма айтам, өз келіншектерді аялап, сыйлап жүріңдер. Сол кезде өмірдегі мәнді сәнді болады. Айырылмаңдар бір-біріңнен. Айырылған жақсы нәрсе емес ол. Сондықтан бір-біріңді тәрбиелеп, ұлдарың, қыздарың
сендерге қарап өссе тәрбиелерді. Енді насихат көп айтып кеттім ғой, бірақ керек нәрсе деп ойлаймын. Міне, ол тәрбиеліктерін жаңа айттым, көрініп тұр, көзге ұрынып тұр. Біреулер қызметкер болып алсындар, үлкен қызметте жүрсіңдер, жақсы азамат болып алсындар. Бізге сендердің жақсы азамат болып, адал болып өскендерің керек. Біз мақтанып жүруіміз керек. Енді келесі сөзді Олжанға берейік. Ал айналайындар, бәрі жарқырап келіп, жадырап жүріп, мынау 20 жылдық дегенде бастарыңды қосып, өздеріңнің ұшқан алтын ұяларына ескерткішке сыйлық тастап, ағайларыңды, апайларыңды патшадай құрметтеп жатырсыңдар. Бұларыңа көп рахмет. Жүздеріңе қарасақ, біз де осы сендермен бірдей жасарып кеткен сияқты мәжбүр қуанып жатырмыз. Құлайым, жүздеріңнен қуаныш кетпесін айналайындар. Әрине өмір болғасын ашқысы да болады, тұщысы да болады. Жаңа мына менің құрдасым Қожа жақсы айтып жатыр. Әрбір жанұя мемлекет, сол бір әрі келіншектерін, әрі қыздарың, соны аялай білсеңдер, ал енді өмірдің тірегі ер азамат. Ер азаматтың орнын ешкім де баса алмайды. Мінекей сол ер азаматты мына ер екен, азамат екен деп қадірлей білсе, қыздар мен келіншектер бұл өмірден қымбатты болмаса арзандамайды. Енді жаңа бір бала айтып жатыр, апай мен ұрғаныңыз есімде деп. Біздің қазақы менталитетте баласын ұрады, қызын да ұрады, ұлын да ұрады. Ал енді біз ұрсақ сол өз баласын ұрды деп есептеңдер, сендерді біз жанымыздай жақсы көреміз айналайындар. Еш уақытта жамандық көрмеңдер. 20 жыл деген аз уақыт емес, әрі көп емес. Бұдан кейін де тату тәтті болып, өмірдің белестерінен аса беріңдер. Қазіргі сәлемнің өзі сатылы болып отқан заманда сендердің мынандай бірліктерің, мынандай жасаған тірліктерің нағыз азаматтың, нағыз тәрбиелі ортаның үлгісі. Осы бағыттарынан таймаңдар, бақытты болыңдар. Қымбатты мынау шәкірттеріміз келіп отқан мынау бүгін жиналып бастағымыз осы бұл өзі 20 жылдық кездесу деген болып тұр ғой. Одан да қарай келесі 30 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдық кездесулерге жете беріңдер. Осы біз былтыр мысалға өзімді айтайын, былтыр біз 50 жылдығымызды атап өттік. Мына шал басымызбенен бір-бірімізді танымай жатырмыз. 50 жылдан кездеспеген адамдар бар екен, өзімізді кеткенде жан-жаққа кеткенбіз ғой. Енді содан бір-бірімізді енді бірге оқып келіп жатқан, бірге оқып тұрмыз. Бірақ түріне қарап, бұлай бір-біріміз ат жөнімізді ұстап келіп. Сен кімсің, сен кімсің деп бір-бірімізден сөйтіп кездесті. Міне осындай, сендер де осындай ынтымақты болып, ана 20 жылдық кездесуді жасап жатсыңдар. Сондай дендеріңіз сау болып, осы бастарын жазылмай еш уақытта қайсы сөңгерде аман болыңдар, істеп жатқан тірліктерің әр уақытта оң болсын. Және жаңа айтып отырған келесі әр 10 жылдықта болсын, бастарын қосыла берсін, біз сияқты біздің жасымызды берсін. Аман есен болып, әр уақытта осы қалынша отырсаңдар, сонша болып, әр уақытта қосыла берсін. Ол деген енді денсаулықтары мықты болсын деген сөз ғой. Ал, соны білейміз. Құдай қошын. Ал, құрметті, енді шәкірттер деп айтып қойып,
менің інілерім, қарындастарым, келіндер бар. Мына өзді ұстанымда ұстазы бар дейді. Онда әр мамандықтың ұстазы болады. Менің өзі ұстаздарым Ахмет апай, Ұлжан апай, Қасқожа апай. Менің де ұрпағым. Не дейміз, міне, бүгін 20 жылдық бір жеңге қол шығарып, бір жағадан бас шығарып осылай үлкен ұйымдастырасыңдар. Кеше 20 жылда керек деген кезде не тапсырма берсін екен деп, мектепке не қойсаң әдемі болады екен деп, жаңағы енді зал ожидания дейді ғой енді. Екі диванымыз болсын, қазір қандай керемет, ортасына гүл қойып қойдық. Келген адам да диван болып. Міне, мен де мақсатым сол мектепті ауданның бірінші мектебі болды. Басқа арман жоқ менде. Қай жағына кетсе, бірінші мектеп. Қайақта оқып дегенде мен 219-да оқып деп жүрдім. Мысалы жақында 44 мектептің арасында жарыс болды спортта. Бас жүлде спорт ордасын алдық, мысалы. Енді бірімді алсақ, бізге ешкім жоқ. Құдайға шүкір. 3 алтынды ұсынып алдық, 3-еуді алады деп ойлаймыз. Құдай қаласа алады, өзім сенімдімін алатындан. Келеміз. Көбін тілек көл дейді. Перше олар шалына берсін, өмірде бақытты болыңыздар, үлкен мемлекеттің азаматы болып, халықтың азаматы болып, өсе беріңіздер. Бақытты болыңыздар. Рахмет. Рахмет, қайтқандарыңыз келсін. Дендеріңізге саулық тілейміз. Енді осы шәкірттеріңіздің азаматтығына сый-сияпаты, жөнін жоралғысы бар. Қабыл алыңыздар, қошеметпен салтанат түрде табыс етеміз, достар. Енді сеніп әкелгеннен кейін ағайындармен бірге суретке түсіп алыңыздар. Мына шапанды мен жауып едім, сервисті мен әперіп өтіп отырыңыздар ертең. Орындарыңызға жайғасып алуыңызға болады. Құдай қаласа естеріңізге ұстаңыздар, рахаттарыңызға жұмсаңыздар. Нұрлы болсын, қуаныштың баспалдағы, шырқалсын жақсылықтың асқарына, ал мінекей ас-дәмнен алыңыздар. Ашылды кездесу кешінің дастарханы. Кеш дастарханы ашылды. Ағайдардың тілегінен кейін, апайдардың жүрек жады лебізінен кейін сіздердің құрметтеріңізге үлкен өнердегі ағамыз, айтыскер ағамыз, ауданымыздың, облысымыздың мақтанышы бүгінгі кешке келіп отырған Кенжебай Жүсіп ағамызды қошеметпен қарсы аламыз. Şırak şartı tebay zarema, yas kollardan düzüp gele,
Жат жердегі өз қамын ойлай тұрғаны жүз жасты тілегенім қыздарың ая мінекей туған жерді ұмытпады жастардың қандай жақсы шыраққаны жиырмалық бас қосуым жалғасын деп дүркіреп ұлы той боп қырықтағы ая белгілі тұлға болсын бәрі елге мінекей ашық айтам осы жерде бірін сағынып құрдас келді қош келдіңдер ұл мен қызым туған жерге ая кімнің кім екендерін сұрадық та ағайын бір-біріне ұнадық та 20 жылдық кездесу бүгінгі таңа жалғасын деп тілеген құдалық ая ағайын шындықтың да іздемеймін бір-біріңмен байланысты үзбедеймін ауылдағы ақынның ақ тілегі жүріңдер аман есен жүзге дейін ауылдағы ағайынның ақ тілегі жүріңдер аман есен жүзге дейін Көңілдің ашары, әңгіме өсірі көңілдің базары. Бүгін кеште естісін жақсылықтың қуаныштың әсені. Салтанатыңдай, таң атқанша тамаша
Яки, көңілге түрлі ойсалар, әнді сүйсең менші сейдеп келесеніміз. Рахаттың орындауында жолынады. Barchaga tilagim bildirib o'tgan ba'zi ustozlarim hurmatli ustozi bilan Allohlar. O'rtaga ustozlarning albatta shirroqlar aytdim. Birliklerimiz sağlıklı olsun. Kelese tanrı edeme eserlerimiz Allah kandasımızı ormanlar sizlerin hürmetleriniz yaşamadan kabul olunuzlar. Sağ
мектепке бардым, ұстазды көрдім, еді болмаған сауытымен демекші. Сіздерді біріңізді атаңыз, біріңізді әжеңіз, біріңізді ағаңыз мектепке ертіп барған сәтте аяла алақанымен маңдайларыңыздан сипап, өмірлеріңізге азық беретін, А әрпін үйреткен алғашқы ұстаздарыңызды бүгінгі мерекенің төрінде шақыратын сәтте келіп жеткен секілді. Ұстаз ұлы есім, ұстаз ұлы тұлға. Ұстаз болу өмірдің батылдығы, ұстаз болу өмірдің ақылдығы демекші. Төлеукен, Төлтай, Ажар, Райхан, Қабеш есімді алғашқы ұстаздарыңызды ортаға шақырамыз. Рахмет. Ең алғашқы сіздерді мектеп табалдырығына қабылдап алған алғашқы ұстаздарыңыз мерекенің төрінде. Бұл кісілер бірінші сыныптан 4-5 сыныпқа дейін дәріс берсе, сол 4-5 сыныпқа барғанда әрқайсыларыңыз бозбала, бойжеткен, бүлдіршін шаққа ие болып, мінездеріңіз өзгере бастаған сәттен ыстықтарыңызға күйіп, суықтарыңызға тоңып, яғни мектеп бітірген, мектеп бітіруші ұстаздарыңыз Мәрия, Ләззат, Әлия апайдан ортаға шақырамыз. Бітіруші ұстаздарыңыз. Сіздердің өмірдегі жетістіктеріңіз, сіздердің өмірдегі мақтаныштарыңыз, міне шәкірттеріңіз. Шәкірттеріңіз сіздерді төрге шығарып, сыйлап жатыр. Тілек айтыңыздар, жүрек жатыр деп сіз айтыңыздар, сосын жаңа айттым ғой. Пәленше бірінші классқа келгенде мынандай болып еді, 7-ші класста мынандай болып еді деген қызықты сәттерді айтып өтсеңіздер, бұл кісілердің жүрегінде сағыныш қайта оянады деген ойдамыз. Ал сөз күнін сіздерде. Ендерің сау болсын, қайынның ішінде аман болыңдар. Мақсат денсаулық беріңіз, өмірге бақытты болыңдар. Арбай, тозбай, аман есен жүре беріңдер. Менің ескілерден сендеріңдер. Ендерің сау болып, әр азаматқа лайықты күресететінді соға мақтанамын. Қуанып отырамын, сіздермен бірінші баланың төрінде сөйлегенде ойланып, солар әрі жалғасып алып кеткен жұмыстары аман есен жүрсе екен деп қайда деп отырамын. Өзім сағынамын да кейде. Мына баланы ұрсымау, мыналарын тұтылмау, мыналарын бастап ұласынан қоймау деп ойлап та қоямын кейде. Ал балалар басқа не айтайын, ендерің сау болсын, өмірде қызық өсіңдер, ендерің сау болып аман есен жүре беріңдер. Жұттарың жарылмасын, үйленгендерің үйді болжайды, баланы алған жатындар ендігі. Олар күтті болсын. Басқа айтатынымыз жоқ, ендерің сау болып, ендігі жемісті болып, аман есен жүрсіңдер болыңдар. Қай жерде? Бүгінгі құрылыс тойларымыз құтты болсын. 20 жылдан кейін бас қосып мәресері болып, қайтадан мектептің табалдырығын қайтадан жаңадан аттап жатқандай қуаныштысыңдар. Мен солай ойлап тұрмын дәл қазір. Менің А сыныбында класс жетекші болдым. А сыныбына келгенде ең бірінші ойлаймын ғой енді, қазір бәрі есіме түсіп отыр. Тұрғангүлдің апасынан етегіне жармасып қалмайын, қорқамын, оқымайын дегені. Мынау Бауыржанның рейсі Аврора деп бір әдемі өлең айтып беретіні. Бағдат, кішкентай болатын Мұрат, апа деп кеудеме басын сүйеп отыратын. Енді айта берсе көп сондай балалардың қылығы, тәттілігі. Бір ай бойы жатырхан, 15-20 күндей жатырқасы, бір-бірімізден кішкене неғыламай жүрдік. Сонан кейін ол менің өз балаларымнан да жақын болып кетті. Менің де өз қызым бірінші класс оқыдына Қария Шапайына бердім. Мен де еркелеп кетер деп. Сонда мен қызымның сабағына қарамаппын. Қалай оқып жүр, қалай неғып жүр.
Ал сонда осы балаларға бауыр басып кеткен ғой. Олар енді мен ешқандай мынау басқа балалар екен, бөтен балалар екен деп ойламаймын. Әр уақытта өзімнің ерген балапандарым сияқты, әлгі мен класс көшеде өтіп бара жатсам, көп балалар менімен естіп, бір көшеден жүретінбіз. Ата-аналары қарап тұрады екен. Қазір Тілеукен апай бүкіл балаларын, қаздың балапандарындай жетектеп өтеді. Рахмет ата-аналарына да, мен үшін қуанғанына. Балалар, мынау бәріңе ері жетіп, бір отбасына еге болып, отағасы болып жатсыңдар, құтты болсын, ұл қыз өсіріп жатыр екенсіңдер, рахатын көріңдер, азамат болсыңдар да. Дегендеріңе жетіп, отбасыларында тек жақсылық, қызықшылық болып, әрдайым 30 жылдық, 40 жылдық, одан да көп жылдықта бастарың босқа берсін жандар. Рахмет балалар. Мынау 85 жылы 1-ші класс болды. А классының жетекшісі Ахметова Тілеукен апай. Б классының жетекшісі Бабасова Халина Шапайлар. Одан кейін Б классының жетекшісі мен. Мен өзім алдында Тербөл мектебінде 68 жылғы туылған балаларды, яғни 11-ші класстан шығарып, осы мектепке бастаушыға мұғалім болып келдім. Сол кезде маған осы 11-ші Б классының оқушылары қабылданым. Өзі 10-ші классқа жоғары сыныпқа сабақ берген мұғалімге бастауыштың балаларының арасында шамалы айырмашылық болады екен. Соны енді осы жерде бір қызықты айтып кеткім келіп тұр. Өзі сыныпында 2 Айнұр болды. Біреу үлкен Айнұр дейміз, біреу кіші Айнұр дейміз. Соған кіші Айнұр кішкене өзі еркегі басым болып тағына кішкене ұрсыңқырағанмын ғой. Сөйтсем бір күн маған айтады, мен сені осыдан көресің, апама айтам, ұрғызам сені дейді маған. Сондай сөздер өтті. Енді оның бәрі балалық. Сол Айнұр қазір мінекей әкеміне қыз болып, мінекей әлі тұрып жатыр. Сондай қызықтар болған. Біз ана 3 класс жетекші, класс жетекші дейміз, 11 жағынан оқимыз, сағат 3-ке дейін, 3-те шығамыздай, диванға келіп құлайды екенбіз. Сонда Ұлжан апайдың сол сөз әлі есімнен кетпейді. Ой, бейнет сіздердікі шынында да, мына зорға отырсыздар дейді. Мен сонда ғана түсіндім, мына бастауыштың сыныптарын оқудың сондай құдіретінің күшті екенін, оларға басқаша қарау керек екен. Содан кейін енді 2 айдан кейін жаңағы заушылыққа ауысып кеттім дағыны. Сонымен әрі қарай ажырапай жалғастырды. Ары жағында қызықтарын апай жалғастырар. Балалар, барлықтарында бүгін үлкен тойдың үстінде, керемет қуанышты күннің үстінде отырсыздар. Мұғалімдеріңізді сыйлап, шақырып, көп жылдан бері, мысалына Қалияш апайды 30 жыл болып мен көрмегенмін. 85 жылдан кейін мен апайды көрмеппін мысалы үшін. Сондықтан бірімізді де табыстырып жатсыздар. Өздеріңізде біріңіз танып енді қауышып, жақсы жағдайда отырсыздар. Дендеріңіз сау болсын. Бізді құрметтеп шақырғандарыңызға мыңда бір рахмет айтамыз. Бұның барлығы, мен ойлаймын, үйден алған ата-аналарымыздың тәрбиесі, одан жүрген жора жолдастар, өздерінің осы 20 жылдан бергі бітірген кезеңдердегі өздерінің орталарынан алған тәрбиелерін мектепте де жаман бітірген жоқсыңдар. Соның тәрбиесін мінекей үлгі етіп, біздерді сыйлап, қошеметтеп шақырып жатқандарыңа, қызықтарына, ортақтастарына рахмет айтамыз. Мұғалімдердің барлығының атынан да дендерің сау болсын, қосақтарымен қосағарыңдар, заман тыныш болсын. Мұндай кездесулеріңіз жалғаса берсін, тойларыңыз ұласа берсін, жалғасын.